Сәлеметсіздер ме достар? Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк тимесін басуды ұмытпаңыздар. Жылдам хабарнама туды қорламыңдар, айыппұл өсті. Мәдениет және спорт вице-министрі Нұрғиса Дәуешов министрлік кеңейтілген алқа отырысында мемлекеттік рәміздерді қорлағандарды жауапқа тарту қартаңын айтты. Айыппұл көлемі 3000 АЕК. Мемлекет басшысының тапсырысына сәйкес қылмыстық кодексінің мемлекеттік рәміздері қорғау туралы 372 бабында өзгерістер енгізілді. Өзгерістер нәтижесінде рәміздерді қорғау дерегі үшін айыппұл көлемі 3000 АЕК ұлғайтылды және қоғамдық жұмыстарды тартудың ең ұзақ мерзімі 600-ден 900 сағатқа дейін көбейтілді, дейді Дәуешов. 2023 жылдан бастап бір АЕК 3450 теңге, демек 3000 АЕК 10350 теңгені құрайды. 2022 жылы мемлекет рәміздерін 30 жылдығын атап өттік. Елімізде атаулы мерекеге орай 500 мыңнан астам түрлі іс-шаралар ұйымдастырылды. Мемлекет басшысының қолдауымен 2022 жылдың 4 маусымында республика бойынша сағат 10-да мемлекеттік әнұран ұстатылды. Мемлекет басшысының қатысуымен ең биік ту көтеру іс-шарасы өтті. Естеріңізге сала кетейік, былтыр 25 мамыр Алматыда Ирина Қайратовна және Сиша концертінде топ мүшелері туға құрмет көрсетпей, сахнада балағат сөздер айтқан болатын. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.